Арай жаңа қатысушы атанды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жаңа қосылайықтың ескі қатысушылары арасындағы күтпеген оқиғалар әлі де бітер емес. Сержан Арайды эфирге шақырған бойда Арай бірден студияға келді. Студияға келіп гүл шоқтарымен қарсы алған Сержан Арайды көргенде қатты толқыды. Арайды көрген Регина да Сержанды қатты қызғанды. Ал Нұрсұлтан қуанды. Көпшілік Арай эфирге шықпайды деп ойлады. Бірақ Арай Сержанның ұсынысын қабыл алып студияға қайта оралды. Ләззат ханым Сержан мен Регина әлі құшақтасып жүргенін және үзіліс кезінде Регинамен бірге жүретінін жайып салды. Арай Сержаннан Регинамен қарым-қатынасын тоқтатуды өтінді. Сержан Регинамен нақты нүктесін қойды. Ал ол өткен маусымдарды бірге еске алды. Қатысушылар Арайға сұрақ қойды. Үміткер ретінде келесің бе? Әлде жобадан тыс жалғастырасың ба деп сұрады. Арай үміткер болмайтынын мәлімдеді. Әлмира ханым Арайдың ескі қатысушы екенін ескеріп, эфирге қатысушы ретінде отыруды ұсынды. Арай жаңа қатысушы ретінде отыруға келісті. Яғни Арай жаңа қосылайықтың ескі ардагер қатысушысы атанды. Арай 2020 жылы реалити шоудың бірінші маусымына қатысқанын естеріңізге саламыз. Ол 8 наурызда жақын досы Жанатпен бірге кафеде тойлаған болатын. Ішімдікке сылқия тойып алған қатысушылар түн ортасында Сержанға телефон соғып кафеге шақырған болатын. Осы сәтте көрермендер видеоға түсіріп алған болатын. Сержанның Назыммен жұп кездері еді. Келесі күні Назым Жаннат пен Арайға ауыр сөздер айтып Сержанмен ажырасып кетті. Эфир барысында Сержанның Арайға деген жылы сезімі болды. Бірақ Сержан мұны ашық айта алмады. Арай сол кездегі тікелей эфирде Сержан туралы бар шындықты айтты. Сержанның сезімін қалай қабылдайсыз дейді. Кім айтты Сержан маған сезімін айтады деп. Так, сонда Сержан сізді ұнатпайтын болғаны. Мүмкін ұнатпайтын шығар. Ұнататын адам эфирдің сыртындағы уже білдірте береді. Эфирді күтпей-ақ, эфирді маған уақыт, внимание деген важный, поэтому мен қазір ештеңе айта алмаймын. Ұнататын адам эфирдан кейін күтеді, эфирдан кейін бірге қайтады, әңгіме айтады, давай отыра тұрайық деп айтады. Вообще сөйлеспейміз, как можно вообще? Сержанның өзі бірінші қадам жасамағанын айтты. Себебі ол кезде Сержан Назымды қатты жақсы көретін. Бірақ олардың арасына Алина кіріп кетті. Ақырында Назым мен Сержан екі жаққа кетті. Диана ханым Сержан мен Алинаны қуып жіберді. 3 жылдан кейін Диана ханым кеткеннен кейін Сержан жаңа қосылайықтың ескі қатысушы болып тағайындалды. Не болса да Сержан мен Арай бақытты болсын. Сержан өскенін, мен сияқты әйел керек қойған. Мен сияқты әйел керек, чтобы екеуі бүйтіп көтерілетін.